Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз қазақ әдебиеті сабағынан тәуелсіздік қасиет тұнған ұлығым атты жаңа бөлімді бастаймыз. Және бүгінгі сабақтың тақырыбы Ерлан Жүністің «Менің атым тәуелсіздік» өлеңі. Бүгінгі сабақтың басты мақсаты әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіру болып табылады. Кітаптарыңыздың 98-ші бетінде автор Ерлан Жүніс туралы толық ақпарат берілген, яғни ол кісінің қашан дүниеге келгені, қай университетте білім алғандығы, қандай жыр кітаптарының бар екендігі. Осы ақпараттармен толық танысып болғаннан кейін автордың 99-ші бетте берілген «Менің атым тәуелсіздік» өлеңін толықтай жан-жақты барлық жағынан қарастырып, түсініп оқып шығамыз. Одан кейінгі біздің тапсырмаларымыздың барлығы осы өлеңге негізделетін болады. Бірінші тапсырма: «Менің атым тәуелсіздік» өлеңін негізге ала отырып, төменде берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Яғни төменде 3 сұрақ беріледі. Осы 3 сұраққа дәптерлеріңізге жауап жазасыздар. Одан кейінгі екінші тапсырмаға кіріссек. Екінші тапсырмада өлең жолдарында берілген мына бір сөздердің мағынасын ашып көрсетіңіздер. Яғни жесірлік, ұлылық, бодандық, тәуелсіздік деген тірек сөздер берілген. Соның мағынасын толықтай өлеңді негізге ала отырып ашатын боламыз. Одан кейінгі үшінші тапсырма: өлеңде көтерілген идея мен ұсынылған видеоматериалды негізге ала отырып, тәуелсіздік тұғыры тақырыбында шағын түсінікті етіп ой толғау жазамыз. Дескриптор беріледі, яғни бұл жерде қанша ұпай жинайтындарыңыз және тапсырмалардың талаптары толықтай көрсетілген. Іске сәт, оқушылар!